Бұл видеоны бетін тез арада ағартқысы келетін адамдар көрсін, және бұл маскаларды жасап көрген абзал. Ең бірінші маска бал мен лимон маскасы. Бұл қолжетімді. 2 ас қасық қант қосылмаған балды сығылған лимон шырынымен араластырамыз. Сосын бұл қоспаға дәке майлығын малып, бетіңізге қойыңыз. Маска 15-20 минут ұстау керек. Оны 3 рет, әр 5 немесе 7 минут сайын қоямыз. Және мұндай масканы аптасына 2-3 рет қолдану керек. Содан кейін барлық масканы жылы сумен жуып тастаңыз. Егер тері құрғақ болса, онда маскадан кейін нәрлендіретін крем немесе сол сияқты кремдер жағуыңызға болады. Сондай-ақ қара қарақат, бүлдірген, құлпынай маскалары да ағартқыш әсері бар. Жалпы ағарту үшін көбінесе аскорбин қышқылын күніне 3 рет жағып қолдануыңызға болады. Қияр, ақжелкен, лимон теріні ағартуда, пигментті дақтар мен секпілдерді кетіруде ең тиімді өнімдердің көшін бастап тұр. Лимон маскасы. Мұндай маска үшін лимон, яғни лимон шырынын және жұмыртқаның ақуызы мен 10 грамм қант, 10 мл су дайындап алыңыз. Содан кейін барлық ингредиенттерді араластырып, алынған массаны таза бетке жағыңыз. Масканы 20-30 минут ұстаңыз. Қияр маскасы. Жаңа піскен қиярды орташа немесе майда күштен өткізіп, нәрлендіретін креммен немесе қаймақпен араластырсаңыз болады. Бұл масканы таза бетке жағыңыз. Ескерте кетейік, мұндай масканы күн сайын немесе күн аралатып жасаған жөн. Сондай-ақ бұл маска 10 рәсімнен кейін тоқтату керек. Дерматологтар мен косметологтардың кеңесі арқылы жасаңыз, себебі әркімнің бет терісі әртүрлі. Әдемі, әппақ болып жүру үшін осы маскаларды қолданыңыз. Канал пайдалы болса, лайк басып, тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар тағы да қандай маска түрлерін шығару қажет, комментарийге жаза кетіңіздер, сіздерге арнайы іздеп пайдалысын түсіретін боламын.